Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді, қытырлақ болып шығатын вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл вафлиді пісіру үшін арнайы вафельница қажет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға бөлме температурасындағы 5 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін оның үстіне қантымызды саламыз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Көлемін азайтып жасасаңыздар да болады. Одан кейін сары майымызды ерітіп құямыз. Тағы да бір қайтара миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп миксерлейміз. Бізде сұйық қоймалжың масса пайда болады. Вафельницамызды алдын ала қыздырып, бір ас қасықтан сала отырып, пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай бір ас қасықтан салып пісірамыз. Көріп тұрғандарыңыздай вафлиіміз дайын. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.